Асқабақ. Қыс мезгілінде көпшілігіміздің үйімізден табылатын асқабақты бәріміз де жақсы көреміз. Себебі асқабақ көп сақтауға өте ыңғайлы, дәнді дақылдардың бірі. Тек қана сыртқы қабығы бүлінбесе болды. Ал шіріген не көгерген жерлері болса, ондай тұстарын алып тастап, дәнінен тазалап, пайдаға асыра беруге болады. Ал қалған артық бөлігін тоңазытқышқа полиэтиленді пакетке орап салуға болады. Ол ешқандай да өз дәмін жоғалтпайды. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмас үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Сонымен қатар калий, кальций, магний, қант, ақуыздар да жеткілікті. Және В, С, Д, Е мен сирек кездесетін Т дәрумені бар. Ал құрамындағы А дәрумені жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үккіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытта байлап қою керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына және іш қату кезінде өттің қабынуында жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлер де асқабақтан жасалған тағамдарды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмейді. Бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді. Әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменінің арқасында асқабақ семіздіктен сақтайды. Оны сиыр етімен қосып дайындаса, керемет тағам болып шығады. Ал асқабақты көп жейтін адамдардың бет жүзі әрленіп, көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақта кездесетін майда талшықтар іш қатуды болдырмайды, қатерлі ісік ауруына шалдықпауға көмектеседі. Ал С мен Б дәрумендері адам денесіне жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Асқабақтың 94% су. Бұл өте аз калория деген сөз, яғни 100 грамм асқабақта 20 килокал бар. Оның көбі жасұнық арқылы келеді. Ал жасұнық асқазан ішек жолдарына түсіп, суды сіңіріп, көлемін үлкейтіп, сізге ұзақ уақыт тоқтық сезімін сыйлайды. Сол себепті асқабақ аз калория қалайтын, ұзақ тоқ болып жүргісі келетіндерге таптырмас азық. Көздің көруін қалыпта ұстайды. А дәрумені көзге көп пайдалы екені айтпасақ та белгілі. Одан бөлек көздің жақсы көруін қамтамасыз ететін түрлі қоректік нәруыздар бар. Асқабақ лютеин мен зеаксантиннің қайнар көзі. Зерттеулер көрсеткендей, бұлар катаракта мен сары дақтың дегенерациясының алдын алады. Асқабақты қандай адамдарға жеуге болмайды? Егер сіз А дәруменін қабылдап жүрсеңіз, асқабақты жеуге асықпаңыз. Артық дәрумен бауырды бүлдіріп, бүйрекке зиянын тигізіп, остеопорозға алып келуі мүмкін. Асқабақты жеген соң өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, теріңізде қызыл дақтар пайда болса, қышынсаңыз, көкөністерге деген аллергияңыз бар болуы ықтимал. Сіз егер құрамында лития бар дәрілерді ұзақ уақыттан бері ішіп жүрсеңіз, асқабақ дәрінің ағзаға сіңуіне кедергі келтіруі мүмкін. Қант диабетімен ауырсаңыз, асқабақты азырақ пайдаланыңыз. Себебі ол қандағы қант мөлшерін көбейтіп жібереді. Достар, бүгінгі пайдалы ақпарат ұнаса, видеоға лайк басып, төменге пікір қалдырыңыз.